Я Байбулатова Айжан Мырзагалиевна. У меня дочка Нугман Лаура Нуржанқызы. Посещаем данный центр с 2019 года. В данном центре мы получаем реабилитацию ежедневную, профессиональную, специалисты на высшем уровне. Можно сказать, сегодняшний праздник – доказательство всех тех трудов, которые вот с 2019 года все было. Мы выбираем этот центр, так как здесь специалисты не только работают так как профессионально, также и с душой. Они вкладывают в ребенка всего себя и получают данный результат. Сегодня мы пришли на большой праздник, очень знаменательный для нас. У нас сегодня было теляшар и цалкис. Моя дочка выступала как теляшар, потому что мы собираемся в первый класс в следующем году, но уже в этом году у нас пошли результаты. Мы начали говорить, стихи читать, песни петь. И это большой труд, вся заслуга это наших специалистов, ваших специалистов. Волнуюсь очень, у меня аж это по голосу, наверное, заметно, потому что все-таки дочь выступает в таком большом мероприятии. Позвали сегодня столько они так радовались, у меня двойняшки, у них столько этих подарков закидали, и все, столько внимания, это все равно очень влияет на детей. Я хочу выразить благодарность от всех родителей наших специалистам, пожелать вашей организации, всему BI Group процветания, также в семье у них, чтобы было все хорошо, здоровья, крепкого, самое главное, ну и удачи во всех начинаниях. Менің аты жөнім Шағатаева Сания, балам Жұмағали Райымбек. Осы орталыққа келгенімізге 2 айдан асты. Жаңадан ғана тілі енді шығып жатыр. Орталыққа келгенде басында ашуланшақ, басын қалбыстай ұрып, сондай қатты нервный болатын. Қазір 2 айда үлкен нәтиже көріп жатырмыз. Есікке кіргелі барлығы мамандар күліп қарсы алады. Әр баланың ерекшелігін біледі. Уже баламен қалай жұмыс істеуді біледі. Баланың тілін табады. Әсіресе ЛВК-ны өте қатты жақсы көреді, жүгіріп кіреді. Алтынай апайдың сабағына ерекше ынтамен овощи, фрукты деп кіреді. Сондай бір қызығушылықпен келеді. Демалыс күндері жаңа айттым, ол барайыншы деп сұранатын болды қазір. Енді балабақшаға дайындалып жатырмыз. Осындай мамандарға үлкен алғысым шексіз, демеушілерге алғысым шексіз. Үлкен атқарып жатыр, нәтиже беріп жатыр. Бүгін біз күшті тілашарға келдік, балам сөйлеп, тақпағын айтам деп дайындалдық. Біраз қиналып қалды, бірақ жақсы нәтижеге жетіп жатырмыз. Біз бір ғана маман емес, бірнеше маманның көмегін көре алдық. Өйткені біз логопедке анда, массажға мұнда барып жүрдік. Ал Жұлдызайда бір келеміз, біз бірнеше маманның комплексіне ем аламыз десем болады. Содан осы орталық бізге қатты ұнады. Ол режимға үйренді, мамандармен көпшілікпен жұмыс істеуді үйренді. Әйтпесе былай тұйық болатын, ашылмайды. Бұл жерге келіп ашылды, сөйлей бастады, еркін, кішкене өзін еркін ұстай бастады. Мен айтатын сөзім ең басқа артық сөз жоқ, тек қана алғыстың. Алғыс, үлкен алғыс, мамандарға алғыс, әрқайсысына жеке-жеке айтқым келеді алғысты. Мен есім Байбосын Азылхан, жоба жетекшісімін. Бүгін мерекеге келдік. Міне холдинг BI Group Жұлдызай фондының ұйымдастыруымен үлкен мереке болды. Іс-шара, тұсаукесер, тілашар. Осы жерге келіп, мүмкіндігі шектеулі балаларды көріп, олардың осы өмірге деген ұмтылыстарын көріп, біраз ойланып қалдық. Бүгін жақсы шара болды, балалардың тұсаукесілді, тілашар болды. Балалардың ата-аналарына деген осындай бүгін демалыс олар үшін, олар үйлерінде қандай осы балалармен қиындықтармен күресіп жатса, мына жерге біздің Жұлдызай фонды осындай көңіл бөліп, оларға уақыт бөліп, осындай іс-шара ұйымдастырып, олар көңілін басқа жаққа аударып, балаларға үлкен сыйлық жасап, сондай жақсы өтті. Өзім көңіл күйім жақсы сондай әсер алдым. Бүгін көзімізбен көріп осы шараны қандай біздің еңбек жүріп жатыр, Жұлдызай фонды қандай еңбек істеп жатыр біздің мамандар. Соны естіп, жақсы әсер алдық. Балаларға енді Алла Тағала оларға денсаулық берсін, ауырмасын, аяқтарын басып, аяқтарына тұрып, осы ата-аналарына қызықтарын көрсетсін, еліміздің болашағына сондай қызмет атқаратын үлкен азамат-азаматша өсе берсін, оған тілектеспін. Енді осындай балалардың саны аз болсын. Мына біздің Жұлдызай фондының істеп жатқан еңбекте жанып, басты мақсат осы балалардың соңғы нәтижесін көру ғой. Сол соңғы нәтижеге Алла жеткізіп, сол балалардың
тілде шығып сөйлесін, аяқтан өзі жүріп, үлкен еліміздің жаңағы биіктен көруге болады. Үлкен мамандар болсын, үлкен спортшылар болсын, үлкен әншілер болсын, үлкен өнер майталмандар болсын, соған тілектеспіз.